Турайтынға саламыз. 4 самсақты. Мынау 10 килограмдық окорочкаға жасалып жатқан нәрсе. 10 килограмм етті дайындап, мынадан екеу қосамыз. Дополнительно тұз, бұрыш қоямыз. И бір помидор қосып жүруге болады, ет жұмсалу үшін. Қосамыз отыр. Болмаса, мынандай нәрсе болмаса, пышақпен де турауға болады, ұсақ. Бұл бұлайынан ұсақ болып шығады. Тағы да ұсақтап тураймыз. Бұндай нәрселеріңіз болмаса, қолмен ұсақтап турап салуға болады. Şimdi андай болып шығады. Мына 10 килограмдық етке жарым мясо тауықтікі, для курицы тауық жасап жатқандықтан. Осыдан екеу қосамыз. Бұрыштан сәл кішкене себеміз. Жетеді, қатты болып кетеді. Жаңағы тураған помидор мен немемізді осыған саламыз. Осыған салдық. Плюс біраз дополнительно ішіне ет қосамыз. Ой, тұз саламыз етке. Енді бұны дұрыстап араластырамыз. 30 минут тұрады. Сосын қазір қалғанын шақырып араластырамыз. Біз әдейі балапанның етін алғандықтан оны екіге ғана бөлеміз. Кішкентай окорочка жұмсақ болады. Үлкен окорочкадан жасасаңыздар, оның майы көп, еті қаттылау болады. Салмақ жағынан да сіздер бағасынан да біраз ұтыласыздар. Жаңағы екі бутылканың біреуіне қызыл бұрыш саламыз ішіне. Біреуіне ана шашлық пісіп жатқан кезде от аяқ асты лапылдап жанып кетсе, соны өшіріп отырғанға мынау краннан таза су. Тесіп аламыз пробкасын екеуінің де. Енді мына қызыл бұрыш салынғанға уксус құямыз 70%. Өздеріңіздің нелеріңізге қарай көресіз. Дәмдеуіш ретінде құясыздар. Түсіріп отырсың ба? Аха. Көрейінші не бар екен. Айтыңыз. Оттың қызуына байланысты 15 минутпен жарты сағат арасында оттың қызуына байланысты шашлығымыз піседі. Қаратыны бар. Бәрі шақыр бар, Амина. Алса бәрі шақыр кеш бар. Çakırdım. Nuray'dı, Қандай дәмді, Ahana. демек. Burada yani.
Біраз 3 күн соң істеймін ғой. Шашлык.